Қайырлы кеш, құрметті жерлестер. Біз ары қарай мына апталық тікелей эфирді жалғастырайық. Енді қаламыздағы эпиджағдай туралы айта кетсек, бүгінгі күнде 4839 адам тіркелді. Оның ішінде 2435 симптомдық, 2364 симптомсыз. Өткен күнде 55 науқас тіркелді, өсімі 1,1%. Өкінішке орай 31 адам қайтып кетті. Бүгінгі күнде 3006 адам емделіп шықты. Енді төсек орын туралы айта кетсек, бүгінгі күнде 3760 төсек орын бар. Оның қазір толымы 28,1%. Енді ана аптада айтқан болатынбыз, бізде мобильдік бригадалар құрылған, 68 бригада болған. Оны қазір 211 мобильдік бригада құрдық. Олар қазір үймен үй аралап, қоңырау соққан азаматтарды біздің ауруханаға жете алмаған азаматтарға барып, тексеріп, керекті дәрісін беріп, жұмыс жасауда. Қазіргі кезде бүгінгі күнге дейін 16382 науқастың үйіне кіріп шықты. 47945 науқастарға дәрі-дәрмекпен қамтамасыз еткізілді. Қазіргі кезде өздеріңіз білесіз, 1430 деген КЗ бізде сайт жұмыс істеп жатыр. Ол жерде онлайн ретінде консультация беріп жатыр дәрігерлер. Қазіргі кезде 692 дәрігер консультация беріп жатыр. Оған қарамастан мен өзімнің Instagram парақшамда айтып кеткен болатынмын. Бізде тағы да бұл 1430-ға психологтар қосылды. Психологтарға жәрдем керек болған кезде оларда қазір онлайн консультация беріп жатыр. Енді қалада дәрі-дәрмектің қамтамасыз етуі бір айлық қазіргі запасы бар. Дәрі-дәрмектер келіп жатыр, тоқтамай. Үлкен 10 фарм компания бұл бағытта жұмыс жасап жатыр. Добрый вечер, дорогие земляки. Мы продолжим онлайн-трансляцию еженедельную. Если будем говорить о эпидситуации, на сегодняшний день в городе зарегистрированы 4839 человек, из них симптомных 2475, бессимптомных 2364. За прошедшие сутки зарегистрировано 55 зараженных вирусом. Это рост составляет 1,1%. К сожалению, у нас летальный исход 31 человек, из них трое из Туркестанской области. Количество выписанных больных составляет 3006 человек. Хотелось бы вкратце рассказать, 55 человек ежедневное заражение, это говорит, рост небольшой, но все равно идет. В этой связи всех призываю дальше соблюдать все требования. Это элементарно одевать маски, держать расстояние, использовать все другие дезинфекционные средства дома, при городе, после встречи с людьми обязательно надо дезинфицировать руки. Если говорить о провизорных инфекционных стационарах, на сегодняшний день у нас по городу имеется 3760 коек. На сегодняшний день занятость коек составляет 28,1%. У нас, я на той неделе говорил, что у нас заработало 68 мобильных бригад. Сегодня увеличили до 211 бригад. На сегодняшний день эти бригады уже посетили 16 482 пациентов на дому. Дополнительно в каждую поликлинику в одной бригаде был доставлен автомобиль по скорой машине. Если говорить о лекарственном обеспечении города, то в городе имеется месячный запас. При этом крупные фармкомпании продолжают обеспечивать и доставлять в город лекарственные средства.
Давайте перейдем к вопросам. Хотелось повторить, что есть вопросительный символ, туда надо нажимать и задавать вопросы. Будем отвечать на вопросы. Құрметті жерлестер, сұрақ қоюға көшейік. Сіздердің өздеріңіз экрандарыңызда сұрақ белгісі болады. Сол сұрақ белгісіне басып, сұрақ қойсаңыз болады. Мұрат Дүйсенбекұлы, көк жайлауға келіп тексеріңізші дейді. Шаршадық, шаң, тозаң, құрылыстың арасында тұруға. Мамыталиев бәрін біледі. Түсіндім, сұрағыңызға рахмет. Бұл сұрақты онда бақылауға аламыз. Мамыталиев Бауыржан Жамирзеновтен бұл сұраққа бақылауға аламыз. Енді екіншіден сізге айтарым өтініш, сәл шыдамгершілік, өйткені қазір үлкен құрылыс жұмыстары қалада жүріліп жатыр. Оның бәрі біздің қаланың игілігіне. Бұл біткеннен кейін бұл құрылыстың бәрі қалаға сәулет сіздердің ыңғайлығыңызға салынып жатыр. Сол себептен шаң тоғам тезектің бәрін қатаң бақылауға алып, біз мердігерлерге айтамыз, жұмыс деген жайлардың бәрін жұмысты аяқталған кезде тазалау керек екен. Мен оны қазір айтып та жатырмын, көріп, бұны қазір бір тәртіп ретінде қолданатын боламыз. Рахмет. Как будет ездить автобусы? 2 дня назад главным городским санитарным врачом было издано новое постановление. Автобусы будут ездить с 7 утра до 22:00 вечера. Автобусные маршруты все восстановлены прежним, с условием, что заполняемость автобуса должно быть 50% и соблюдением всех эпид-требований. Спасибо. Саламатсыз ба, 3 августтен бастап ТЦ жұмыс жасай ма? Жоқ, 17 августтен бастала ма? Енді қазір біз біздің қалалық санитарный врачтың қаулысы шығып жатыр. Біздің жұмысының комиссия деген бар, президенттің жанында тұрған. Соның біздің министр денсаулықтың қарауымен тағы 2 аптаға карантин созылады. Сол себептен бізде торговый центрлердің бәрі 17 августтан бастап жұмыс бастайды. Айта өтейік, бұл 17 августы басталуы бұл анық әлі бекітілген жоқ, себебі бұның бәрі қаладағы эпид жағдайға байланысты. Сол себептен қала тұрғындарына тағы да бір өтініш айтқым келеді. Эпид жағдайды сақтауға бәріңіз өздеріңіздің өмірдегі жай ретінде тіркеу керек. Бетперде кию, арақашықтықты сақтау, көп шоғырланған жерге бармау, керек кезде баратын үлкен базарға да жерлерге бір керек кезде ғана баруға шақырамын. Оның бәрі біздің денсаулыққа өте зияны бар. Оның бәрі біздің тәртіпті бәріміз 100% сақтаған кезде эпид жағдай түсуі болады. Оның бәрі біз көріп жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, енді түсіп жатыр. Біздің төсек орындарының өзі 28-де 1%-ға толды. Сол себептен бұл бағытты жалғастыру керек. Бұл жұмысты аяғына дейін аяқтау керек. Біздің ковидтің жұқтырып атқанның бәрін осы бәрі өзіміздің қазір қолымызда. Сол себептен бәріңізді шақырамын тәртіпті сақтауға. Рахмет. Саламатсыз ба, Мұрат мырза, мен Нұрсат 196 үй төрайымының біздің үйде сырты сын көтермейді және шатырды тот басып шірі бастады. Соған маңжайсыз қалдырмаңызшы дейді. Алдын ала рахмет. Рахмет. Енді өздеріңіз білесіздер, біз бұл бағытта рет-ретмен жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі кезде қалада 42 мың үй аварийный ретінде тұр. Ол бағытта да жұмыс жасап жатырмыз. Одан басқа ветховый программа бар.
ол бағытта да жұмыстар жасап жатырмыз. Оған қарамастан әр бағдарламаға кірмейтін үйлерді мына мердігерлермен бірігіп үйдің сыртқы қапталықта жұмыс атқарып жатырмыз. Рахмет, бұл бағытта енді жұмысты күшейтеміз деп қараймыз. Будет ли сады в Чимкенте работать или нет? Да, хотелось сказать, на сегодняшний день данный вопрос до 17 августа не рассматривается. В связи с тем, что на сегодняшний день эпидситуация этого не позволяет. В этой связи, в случае, если эпидситуация будет улучшаться, если будет снижение, после 17 августа будет рассматриваться. Прошу отнестись с пониманием. Нұрсат ауласындағы жөндеу жұмыстары қашан бітіреді? Нұрсат ауласындағы жұмыстары қазір бәрі жұмыстарды мен тапсырма берген болатынмын. Мынау тамыз айына дейін, қыркүйектің ортасына дейін бітіруде. Қазір жан жақтан құрылысшыларда, біздің құрылыс басқармасы да аудан әкімдеріне тапсырма берген болатынмын. Бұл бағытта жұмыстарды күшейтіп жатыр. Рахмет. Қазақша болмайды ма? Қазақша болмайды ма дейді. Қазақша негізі сұрақ қойып жатыр, орысшада сұрақ қойып жатыр, қазақшада сұрақ қойып жатыр. Мен бағытынан енді орысша сұрақ қойған біздің қала тұрғынына орысша жауап беру дұрыс деп санаймын. Оның бір жамандығы жоқ деп ойлаймын. Рахмет. Тұранға және автобустар беріледі деп еді. Сол жайында мәлімет берсеңіз екен. Енді сұрағыңызға рахмет. Бұл енді көп біздің қала тұрғындардың қазіргі бір маңызды сұрақтардың бірі деп санаймын. Мен бұл бағыт туралы мен кішкене айта кетсем, бізде қазір мына жаңа модулированный модель ретінде өздеріңіз білесіздер, біз жаңа маршрут құрадық. Ол маршрутты жан жақтан біздің қаланың бәрі аумақтарда алу бірінші бағытта болатын. Қазір бұл маршрутты біз қазір мәслихаттан өткізу керекпіз. Басқа да үлкен нормативтік жұмыстар жасалып жатыр. Енді мына автобустар туралы айта кетсек, бізде биыл 590 автобус алуға қаралған. Бұның қазір 70 автобус келіп отыр. Өкінішке орай коронавирустың індеттің байланысты қалған автобустар әлі келмей тұр. Ол келген жағдайда біз бәрін қосамыз. Бұл менің ойымша, жобам бойынша бір қарашаның аяғына дейін енгіземіз деп жоспар құрып отырмыз. Бұл індетті ары қарай дұрыстап жұмысқа кедергі жасамаған жағдайда сол уақытта енгізуге тырысамыз. Рахмет. Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о тендере на освещение деятельности акимата, выигрывана по некоторым данным супругой вашего пресс-секретаря. Не усматриваете ли вы этой истории коррупционную составляющую? Да, интересный вопрос, спасибо за вопрос. Я сегодня читал, мне показали эту статью. На самом деле мы быстро этот момент изучили. На пресс-секретарь этот тендер, ее супруга, оказывается, давно занимается, это не первый год. Он не только в акимате и других направлениях занимается, но до назначения этот же тендер был выигран, после назначения этим они не занимаются. В этой связи хочу сказать, что никакого здесь коррупционного составляющего на сегодняшний день не составляет. Супруга занимается этим процессом. Я думаю, если необходимо будет, сейчас внутренне проведу аудит, если какие-то будут нарушения, мы быстро примем меры. Спасибо. Кеш жарық жол жөндеу жұмыстары қашан бітеді екен? Барлық жерде кептеліс болып жатыр күнде. Рахмет сұрағыңызға. Мен бұл сұрақ енді бәрі де мазалайтын сұрақ сияқты. Мен айта кетейін, біріншіден
Бұл жол жөндеу жұмыстары биыл бірнеше рет айтып өттік. Біз әлеуметтік жерде де айтып жүрміз. Биыл бізде 414 шақырым метр қалада жасалынып жатыр. Енді айта кетсек, басқа жылдар 17, 18, 19 жылдары бізде бір 100-ге жуық шақырым метр салынса, биыл 3 жылдық жұмысты жасап жатырмыз. Бұл не дегенмен үлкен бізде бұл жетістік деп ойлаймын. Қалаға осынша 239-дан астам жол салынып жатыр. Оның қазіргі кезде 150-і уже бітіп қалды. Қазір біз тамыздың аяғына дейін уже орталықтың бәрін бітіруге тырысамыз. Мына қыркүйектің ортасына дейін бәрін аяқтауға жоспар құрып отырмыз. Бұл біткеннен кейін бұл қаланың игілігіне болады. Бізде енді жолдың жаңа жолда жүріп, бәрі ыңғайлы. Сол себептен мен қала тұрғындарына сәл сабырлық, шыдап, өйткені ертең мына үлкен жаңа жолда жүру бізге өте тамаша болады деп санаймын. Сол үшін біз сізден қолдауды сұраймыз. Рахмет. Мектептерге компьютерлерді береді ме оқушыларға? Айта өтейік, биыл біздің жергілікті қаражаттан біздің білім басқармасына 10 мыңнан астам компьютер алынды. Оған қарамастан қазір біз білім министрлігінен тағы жәрдем берейін деп жатыр. 30 мың астам беріледі. Біздің санауымыз бойынша қазір енді үйінде компьютер жоқ екенін, интернет жоқ екенін, где-то 36 мыңдай осындай жанұя бар сияқты балдар. Біреуінде 2 бала, біреуінде 3 бала. Оның бәрін біз санап біттік. Қазіргі кезде осы 36 мың осындай балдарға үйінде жоқтығына бәріне таратамыз деп жоспар құрып отырмыз. Оның бәрін қазір әр мұғалімдер, сынып жетекшілердің бәрі жұмыс жасап жатыр. Қазір дайындық жұмыстарды бастап кеттік. Сол себептен біз жетпейтін, жетістік жоқтар азаматтарға бәріне таратамыз деп жоспар құрып отырмыз. Рахмет. Қазығұрт, Мелкен аудан Ақмешіт және басқа да көшелерге жарық жүргізу мәселесін қалай шешсек болады? Бұл сұрақтардың бәрін енді қазір өте біздің қалада өзекті күрделі мәселе. Енді айта кетсек, бізде қалада көше жарықтың бәрі 38%-ді құрап отыр. Бұл үлкен пайыз. Сол себептен біз қазір жаңа жоспар құрып отырмыз. Біз енді мемлекеттік ГЧП деген бағытта жұмыстап жасап жатырмыз. Сол бағытта қазір біз қаражатты санап жатырмыз. Қалай ыңғайлы болады екенін, күшіміз жете ма, жергілікті бюджеттен қараймыз ба. Соның бәрін санап біткен кезде мердігерлерге ұсынамыз. Бір 3-4 мердігерлер келді, өздерінің ұсынысын ойлап, бір 10 миллиардтан төн инвестиция құрамыз деген азаматтар да келді. Соның бәріне бір келісім жағдай жасағанда, біз 1-2 жылда 78%-ға жеткізуге жоспарлап отырмыз. Бұл жоспар аяғына дейін жеткен жағдайда бұл бір үлкен жұмыс болып саналады. Сол себептен бұл әлі аяғына дейін айтуға келмей тұр. Мен осы тамыздың ортасына дейін сіздерге бұл жоспар туралы әлі мәлімет ретінде баяндаймын. Рахмет. Дезинфекцияны сумен жасап жатыр деген видеоға қатысты не айтасыз? Бұл әлеуметтік ақпаратта өте үлкен ақпарат болды. Дегенмен мен кішкене түсіндіріп айтып кетейін. Бізде 2 бағытта дезинфекция жұмыстар жасалып жатыр. Оқшауланған жерде бізде енді ачақ дейді ғой орысша айтқанда. О жерлерде біздің арнайы СЭС мекемелері өздерінің тәртібімен жасайды. О жерде күшейтіп, о жерде хлорированный басқа да үлкен дәрілерді жасайды. Жұмыс. Екінші профилактика деген бар. Ол қалада біз
профилактика ретінде қаланың бәрін дезинфекция жұмыстарын жасап жатырмыз. Если біз үлкен зиян келтіретін аппаратпен жасаған жағдайда, бұл өкінішке орай көбісі ауырып қалуы мүмкін. Өйткені қалада әртүрлі аурулар бар, азаматтар өзінің хронический аурулары бар. Сол себептен біз басында қатты ойланғанымыз, сол үшін надкусная кислота деген дәріні тауып, бұл ВОЗда қолдау тапқан. Бұл дәріні біз зерттеген кезде бұл бактерияны өлтіреді, бірақ біздің қалада зияны жоқ, иісі болмайды. Біріншіден, екіншіден қатты зиян келтірмейді, бірақ токсичный. Сол себептен бұл енді суды соған араластырып, өзі 10 тоннаға араластырады. Біздің екіншіден айта кеткендей, бір қатты действующий дәріні шашқанда да біздің енді шашып жүрген азаматтардың өздеріне де зиян келтіру мүмкіндігі көп. Сол себептен біз әрбір аппараттарды қарап шыққандан ең ыңғайлысы, пайдасы осы дәрі болғаннан кейін осы дәрімен жұмыс істеп жатырмыз. Енді екіншіден айта кетейін, оның бәрін қала тұрғындары өздері зеріктеп, бетін жуып, ішіп, ол өте зиян, ол өйткені көзге де жууға болмайды. Енді Кенже ханым, ұмытпасам, Кенже ханымға айтайын. Енді бұл біздің енді әскери азаматтар оның бәрін жеткізе алмаған шығар. Енді бізде акиматтың азаматы болған, ол келісім шартпен жасалады. Өйткені өздеріңіз білесіз, қоғам жұмысқа көп қазір жас азаматтарды, балдарды алып жатырмыз, қоғам жұмысына бөліп. Енді арнайы брифинг жасап, түсіндіріп айттық. Бұл да керек педі, енді халыққа бұл түсіндіру жұмыстары. Енді сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жұмысқа су сашып жүрді деген қала тұрғандарына күмән болмауды шақырамын. Өйткені біз енді бірінші мақсат бактерияның таралмауы, сол бактерияны өлтіру. Екінші қала тұрғындарына зиян келтірмеу. Сол себептен осы дәрімен шашып жүрміз. Ол дәрінің бәрі, сертификаттың бәрі бар, оның бәрі көрсетілген, ол біздің лабораториядан өтілген, біздің департамент сестің бәрінен кіргізген. Оған қарамастан біздің республикалық главный врачтың тізімінде де бұл дәрі көрсетілген. Рахмет. Микрорайон Восток 106. Огромная просьба, уважаемый Аким, да, во дворе очень грязно и не убирайтесь дворники. Не убираются дворники. Спасибо. Во дворе очень грязно, не убирается. Спасибо, я принял у вас сигнал, этим вопросом займемся. Я районному акиму поручу, почему в должном уровне эта работа не проводится. Мы возьмем на заметку. Спасибо. Құрметті қала тұрғындары, тағы айта кетсек, мына сұрақ белгісі бар, сол сұрақ белгісіне бассаңыз сұрақты қоюға болады. Рахмет. Жаңа заңдарыңыз туралы не айтасыз? Енді бірінші орынбасарымыз біз Шыңғыс Мұхан. Бұл кісі енді тәжірибесі мол, бұл кісі 6 жылдай Атырау облысында зам болып жұмыс атқарған. Оған қарамастан 2 жыл үлкен оқып келді. Америкада, ақшта, о жерде Гарвард университетте оқыды. Өзі осы өзіміздің өңірдің азаматы, жан жақтан өзінің тәжірибесі бар екенін күмәніміз жоқ. Енді қала республикалық болды ғой, енді жан жақты көрген азамат, шетелде де көрген азамат, сол өзінің үлкен үлесі қосылады деп ойлаймын. Сол себептен осындай шешім қабылданды. Бір жаңа ойлар алып келіп, жаңа жұмыстар атқарады деген ойымыз бар. Енді бұл үлкен жұмыстарды уже бастайды. Қазір енді танысу жұмыстары жүріп жатыр. Қазір тапсырмалардың бәрін беріліп жатыр. Нәтижесін енді біраз уақыт көрсетеді.
қазірден енді өздеріңізде ол кісіні қолдау керек, бәріміз бірігіп жұмыс атқарады деп сенеміз. Рахмет. Мына екінші орынбасарымыз бұл Сәттібаев Айбек. Бұл азамат енді тәжірибесі көп. Бұл қазіргі кезде айта кетейін, біздің қалаға үлкен инвестиция керек. Себебі қаланың ары қарай экономикалық жағдайын күшейту үшін бізге қазір ең бастысы инвестиция тарту керек. Сол себептен біз неге Айбекті шақырдық? Бұл инвесторлармен көп жұмыс істеген. Бұл өзі Сингапурда оқып келген. Ол именно инвестиция тартуға көп жұмыстар атқарған. Сол себептен бұның бірінші бағыты қаламызға инвестиция тарту. Өздеріңіз білесіздер, инвестиция бірінші қаламыздың қарапайым жұмыстарына да қаражат керек, ол үшін инвестиция керек. Әлеуметтік жағдайды көтеру үшін, қалаға көше тұрғызу үшін, электр қуатын алып келу үшін, бәрі үй салу үшін, оның бәріне инвестиция керек. Сол себептен бұл бағытқа арнайы алып келдік. Осы бағытты жұмыста жасауға үлкен үлесін қосады деп ойлаймыз, инвестиция тартады деп. Бұл азаматты да енді қолдау керек. Қазір жастарға енді қазір мүмкіншілік беру керек. Жас дейтін жас емес, тәжірибесі бар. Сол себептен бұл көп біздің қаламызға жақсылық алып келеді деп санаймыз. Кейін бұл азамат енді біздің президентіміздің резервінде болған. Біліміне, бәріне күмәніміз жоқ. Нәтижесін бір уақытта көреміз деп санаймыз. Рахмет. Здравствуйте. Когда в аптеках появятся градусники? Градусники уже появились в всех крупных аптеках, Еврофарм, Муратфарм, аптеках Зерде. Также уже дано указание не останавливаться в этом направлении. На следующей неделе еще приедет партия градусник. Я думаю, на следующей неделе мы снимем 100% вопросов с градусником. Да, возможно, может быть где-то нету дальних аптеках, которые там маленькими партиями берут, где-то но я думаю, надо звонить 109, там будет подсказывать, там есть справочники, специально там размещены специалисты из крупных торговых аптек, они быстро будут подсказывать, где есть градус, где нет. Спасибо. Мы мегаполис, но у нас стадион в ужасном состоянии. Будет ли реконструкция? Да, интересный вопрос. Мы на сегодняшний день в рамках подготовки культурной столицы мы провели небольшую текущую работу. Да, стадион надо это делать, но на сегодняшний день это необходимо большое вложение. Мы рассматриваем либо в рамках инвестиций или ГЧП, но, к сожалению, сейчас ситуация этого не позволяет заняться. Но у нас это на заметка, нам необходим хороший стадион, команда у нас достаточно хорошая. Мы в этом году попали в Лигу Европы. Мы в 2019 году заняли 3-е место, это большое достижение. Я думаю, в этом направлении будем работать. Какой-то удобный, если вариант будет, мы примем, я думаю, правильное решение приведения хорошего европейского стандарта. Я думаю, в этом направлении в ближайшее время примем решение. Да, құрметті қала тұрғындары, тағы да сіздерден келе жатқан құрбан айтпен құттықтаймын. Енді құрбан айтта онлайн ретінде құрбаншылық шалуға болады. Бұның бәрі енді түсінем, енді біздің мұсылмандық дінімізге, қазақшылық өзіміздің тәртібіміз бар, үйреніп қалған. Енді індет бұл аямайды.
Сол себептен өзіміздің азаматтардың денсаулығына сақтау ретінде онлайн ретінде жасалып жатыр. Сіздерді сол бағытта қолдауды шақырамын. Бәріміз онлайн ретінде малды биыл құрбан шалдыруға шақырамын. Енді ары қарай айта кеткенім, құрметті жерлестер, бәріміз сіздерді шақырып жатырмыз. Өздеріңіз денсаулығыңызды сақтаңыздар. Қарапайым санитарлық нормаларды тәртіп ретінде өздеріңізді қолдану керек. Жолдастарыңызға, үйдегі туысқандарыңызға бәрілеріне айтып жүру керек. Қарапайым бетперде киюді, қолды жуып, көп шұғырланған жерлерге бармауды тырысу керек. Оның бәрі нәтижесінде біздің бәріміздің денсаулығына қатты көмек көрсетеді. Сол себептен бірінші біз енді жан-жақты жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі дайындықта жұмыстар жасап жатыр. Дезинфекцияда жан-жақты жұмыс жасап жатырмыз. Енді оның бәрі 30% біздің жұмыстардың, 70% ол сіздердің жұмыстарыңыз. Өздеріңізді осындай сақтаған жағдайда біз індетті тез жетеміз деп санаймын. Сол үшін құрметті жерлестер, қолдап, бір-бірімізді құрметтеп, бір-бірімізді денсаулығымызды сақтап, сыйлап, ары қарай қаламыздың көркеюіне қызмет жасай берейік. Рахмет. Келесі аптаға кездескенше.